Ең әдемі ақша ма? Ең әдемі ақша біздікі болды осы жердегі. Түркия елінде орыс қызы қазақтың ұлттық киімін киіп алып суретке түсіп жүр. Үй жанып жатыр. Жабайизм. Баршаларыңызға Стамбулды көру бұйырсын. Сұлтан Ахмет мешітіне келдік. Халық өте көп. Қарама қарсы София шіркеуі. София шіркеуі, я шатыс болсам, я? Мешіт қылып тастаған шіркеуді. Кезінде шіркеу болған, бірақ қазір мешіт қылып өзгерткен екен. Себебі ұрыстың кезінде мешіттің бәрін бұзып тастаған кезде осы жалғыз шіркеу қалған екен. Мұсылмандар осында келіп намаз оқитын болған, құлшылық ететін болған. Сондықтан да қазір бұл мешіт болып кеткен. Иә, бұны сіздерге айтқан, бұл деректі келтірген тарих ғылымдарының докторы Айна ханым. Осында керемет көңіл күйде біз жалғастырамыз. Арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сіздердің тіркелгендеріңіз мен үшін үлкен қуаныш. Күтемін баршаларыңызды. Қазір қызық көрсетсем, Түркия елінде орыс қызы қазақтың ұлттық киімін киіп алып суретке түсіп жүр. Мынау қандай қазақтың керемет қызы. Қолыңызды көрсетіп жіберіңіздер. Юля ханым, Aynur'dың dostu. Beraber çıkarsın bize. Şükriye hanım. Hayatım ama öyle üstüne yapacağım ya arkada olsun. Я в серединке, идемте вместе. Вообще кайф. Смотрите. Hürrem Sultan deydi. Bir 1556. Юлия ханым, Камажай билеңші. Танцуйте Камажай. Камажай. Вау! Вау! Сондай. Донер жеуге келгенбіз, мынандай әдемі жерге. Далада таза ауамен донер жеуге. Сөйтсек үй жанып жатыр. Көк түтін болып жатыр, көк түтін. Түріктің донерден қазір дәмауыз тиіп көреміз. Қалай екен Айнұр ханым дәмі? Керемет па? Басқаша ма? Мен айта алмаймын, потому что донор я кушаю первый раз. Қазақстанда жүріп донер жемеген адамды бірінші рет көрдіңдер ме? İlk defa yiyor döner. Жақсы көрмейсің ба? Бағана Aşağı vermeyeceğiz. Қазір донер жейміз, дәмін көреміз. Қазақстандықынан өзгеше ме, өзгеше емес па? Айтамыз. Камшат қалай? Onların orada yok mu? Хочешь? Нет. Спрашиваю, как на вкус в сравнении с нашей. Да везде фабрика одинаковая. Да нет, кола у нас в Казахстане выходит. Нет, не везде. В Волгограде была фабрика колы. Мы маленькие ездили туда. Донердің дәмін Там көрдік. сироп кока-кола. Донері дәмді, бірақ құрғақ. Олар бұндай бөлек береді екен да. Юля апам вообще донерді былай жейді деп. Юля апа донер делает. Өз жасап жейді екен. Біз қазақтар былай орап алып жеп отырып. Hayır, ben de kazak bugün. Отырып алып, тағам жасап отыр. Бұл жерде бірандай Стамбул деген әдемі магниттіктер.
Tamam. Oradayım. Hazır aldığımızdan kamal шығады. Камалдың іші саябақ. Міне. Осындай камал. Жолдан өтіп кетейік. Popcorn жасап жатыр. Девочки, подождите. Короче, каждый год проходит фестиваль тюльпанов. И всякие разные сорта тюльпанов в основном здесь высаживают. Еще бывает на площади, где Айя София, делают ковер такой красивый. Но вот фестиваль только-только в разгаре. Поэтому... Тюльпандар қараймыз. Bence bak buradan doğru değil. Ne деген мақсат тюльпандар. Ya bu kırmızı içine ya. Әдемісін ай, әдемі. Өте әдемі. Мына жерде примерно нелер ғой, сұлтан, керім сұлтан солай қыдырып жүрген шығар кезінде. Мүмкін мынау қамалдың іші иә осы иә? Топкапы деген не сарай ана. Реставрация болады. Осы жерлерде кинода жүрмей ме? Кіргізе ма Топкапы деген жұрттың бәрі осыған келеді. Әдемі суретке түсіп жатыр барлығы. Барлығы суретке түсіп жатыр. Тамасы ба? Жалпы өзім ойлаймын, қаншама адам мынаны еңбектеніп егіп, әрине барлығы туристер үшін, бірақ арасына кіріп суретке түсіп, мына гүлдерді бұзып жатқан ол жабайылық деп ойлаймын. Жабайизм. Парктың басшылығы не істейді? Туристер көбірек келсін деп ескертпе жасай алмайды. Үндемей осылардың осылай бүлдіргеніне төзіп қарап отыра береді. Бірақ ол болмайды ондай. Бүлдіруге болмайды. Айнұр ханым. Иә. Осылай біреудің еңбектеніп, туарып,
өсіріп, әдемілік беріп жатқан адамның еңбегін бағаламай арасына кіріп, сындырып, суретке түсіп жатқан адамдарға қандай баға бересіз? Әрине бұл айуандық деп есептеймін, мәдениетсіздік деп есептеймін. Негізі бұл қызғалдақтарды Норвегияның патшасы Осман империясына қыдырып келгенде алып келген екен. Жаңа жерден оқып қалдым ағылшыншасын. Соны сендерге ақпарат етіп айтқым келіп тұр. Сондықтан да қатты суретке түскіміз келіп бара жатса, бер жағынан да суретке түсуге болады. Оның ішіне кіріп, сындырып, бүлдірудің қажеті жоқ. Енді әрине ана жақты көрсетейік. Ана жақта 4 адам міне доппен ойнап жатыр. Доппен ойнайтын жер емес қой, алаң емес. Спорт ойындарға арналған. Гүлдің үстіне түседі. Гүл сындырып кетеді. Енді әр ұлтта бар болып тұр ғой, ұлттың жаман болмайды, адамның не кетеді? Біз анау Қазақстанда жүріп ойлаймыз ғой, қазақ деп та. Сол барлық ұлтта да бар екен осындай адамдар. Әрине бар. Енді мен ойлаймын, бұл жердегі басшылық, жаңағы охранниктер көреді да айтқысы келеді, бірақ оларға басшылық айтып қойған туристерге әңгіме айтпаңдар деп. Өйткені туристке әңгіме айтса, ол келесіде келмей қояды ғой. Сосын амал жоқ шыдайды да бұл жақтың адамдары. Әрі бұл жерде тіл әр елден келген адамдар ғой, мүмкін тілдің де бір жағынан несі бар шығар да. Тіл білмеушілікте енді адам өзі түсіну керек қой, әр мәдениет өзінде болу керек. Культура. Мәдениетті болайық, достар. Әне гүлге түсті добы. Гүлге түсті уже, айтып болмай жаттық, гүлге доп түсіп кетті әне. Енді соны басып, добын алайын деп жатыр. Әне баса бер үстінен деп жатыр. Кетті әне, допты алды. Аяғымен басып жатыр. Ал не болды? Тым жақсы гүлді бүлдіріп та қойды. Ne orada var? Amore, amore. Көріп тұрсаңыздар, артта үлкен кеме тұр, круиз. Яғни адамдар ақшасын төлейді да, сосын сол бойынша Европаның барлық қалаларына қатынайды. Бөлек сезім, бұндай көліктерді көріп, адам өзіне мотивация алады, жаңа дейін пайда болады, өмірге деген құлшынысың пайда болады. Саяхаттап тұру керек, көру керек, ел көру керек, жер көру керек. Кішкентай бала түсіп кете жаздады жаңа, ата-анасы ұстап алды. Осы теңіздің бір бөлігін Ақтөбе қаласына келіп әкеліп қойса, болмаса Қазақстанның бір белгілі бір қаласына әкеліп қойса, қандай керемет болар еді, иә? Кәдімгідей әдемі ғой, әдемі көрініс,
Қыздар, не отырсыз? Күтіп отырмыз. Теңізді тамашалап отырмыз. Армандап па? Самалымен. Поэзия деген теңіз сияқты дейді. Неге сендер поэзияны жақсы көрмейсіңдер? Теңіз сияқты теңізге құйттай аяғыңды басқан сайын ол өзіне тартады дейді да. Әне, қандай әңгіме кетіп жатыр. Поэзияда сондай бір кіттай кірсеңдер шыға алмайсыңдар. Керемет, әдемі. Айтатын жоқ, сөз жетпейді бұны суреттеуге, өздеріңіздің көздеріңізбен келіп көріңіздер. Merhaba. İranca bilmiyor musun? Biliyorum da bunlar biliyor mu? İranca biliyor. Can you speak Farsi? No. I can speak just German, English, Uzbek, Kazakh, and maybe Turkish. Sen kayıt mı olmak istiyorsun? Şu yerde men Türkiye'de bulaman 31 kun. Ben kullanmakçıyım bunu. Tamam, bu sana verelim. Ne istiyorsan onu. Kullanayım. Burada alamadım. Ama ben Aynur Hanım, poliglot. Ағылшын, өзбек, орыс тілі, қазақ тілін біледі. Өзбектерді тауып алып әңгіме айтып жатыр. Кафеге келіп шай ішейін деп отырмыз. Тамаша ресторан, кафе ма, ресторан ба түсінбедім. Осындай. Мына жерде барлық елдің ақшалары тұр. Біздің ғана теңге жоқ екен. Әсел ханым осы теңгені салатын болады. Біздің аттарымыз жазады. Кімнен бастаймыз? Ең үлкені кім? Айнұр. Айнұр. Өчкі жұқпай жатыр. Кәмшат кетті. Айнұр кетті. Әсел. Бекарыс. Ең соңғы мен ба десем, Айша бар екен ғой. Бірінші май, 1 мамыр. Ой, Юлия апам бас киім киіп жатыр әне. Ой, тақиясын. Керемет. Ал, бісміллә. Бізден аз ғана сыйлық болсын. Сердечко нарисуешь? Сердечко нарисуешь? Или надо? Ал, қайда Қазақстанды көрсетіп салайын, я? Картасын. Или былай салайын. Ең әдемі ақша ма? Ең әдемі ақша біздікі болды осы жердегі. Ақтөбе, Айнұр, Кәмшат, Әсел, Бекарыс, Айша. Осындай жаңа ғана теңіздің бойынан келдік, тоңып қалдық, шай ішеміз, сылаймыз, сосын қайыққа мініп тағы да бір теңізді аралайтын боламыз. Қандай әдемі, ханшайым отыр мына жерде. Мынау қандай ұлттың бас киімі айтып жіберіңіздер, жазып комментарияға. Солай достар, бізбен бірге болыңыздар, қызықтар алда.